Елемін. Елемін. Керең болып қалған ба? Бала. Бергіш. Ассалаумалейкум, көрші. Уағалейкум ассалам. Шақырған не келмейсің? Керең болып қалғансың ба не? Менің есімім қазір Еламан емес екенін жақсы білесіз ғой. Ой, тұқымың өскір. Иә, қалай еді? Ахмат. Иә, Ахмат. Сен өзі қай жақтан едің? Жәнібек. Жәнібек. Сол Жәнібекке кезінде соғыстың бір ұшқын түйгенін білесің ба? Естігем? Естігем. Сенің атаң Байғали бала болса да, сол соғысты көрді. Анау Сталинградтан келген жаралыларды от пен оқтың ортасында госпиталға тасып жүріп тірі қалды. Сөйтіп жалғызылдан көрген тұңғыш немересін ел жұртымен бірге аман болсын деп атыңды да Еламан қойды. Ал сен болсаң Ахмат деп лағып жүрсің. Атаң бұныңды қайта көрмей кетті. Жарайды, Ахмат болсаң Ахмат бол. Кел, көмектесші, гірейім үзіліп кетіп еді. Мә, кілт ұстап тұр. Жаңадан бері алысып отқанымды көріп тұрсың. Келіп көмектесуге болады ғой сол. Ұста. Мен шетінен соны ұстап тұр. Қазір мен мынаны бұрайын. Міне, менің балам елдің баласы болады. Көрші, жаңағы істерің дұрыс болмады. Нені айтасың? Қолдарыңды төстеріңе қойып, әнұранға илана қалғандарыңды айтам да. Бұл ширк қой. Оны саған кім айтты? Ақилар. Ақилар. Сонда не Ақилар айтты деп дегендеріне еріп жүре бересің ба? Әлде өзіңде мый жоқ па? Көрші қойш, шариғаттан түк хабарларың болмай жатырып соға бересіңдер. Бала, бер қара. Әнұран деген ат айтып тұрғандай, ел басына күн туған кезде елдің басын біріктіретін, халықты бір тудың астына жинайтын рухани құрал. Егерде ол құрал болмаса, мына сен сияқты біреулер келіп, анауың ширк, мынауың харам деп елді құртып тынады. Бәрібір бұл жер жахилдердің жері. Сен өзі қай елдің азаматсың? Қазақстанның ба әлде басқа жердің ба? Қазақстанның. Онда не соғып тұрсың? Ертең жауың іргеңді қоғадай жапырып кіріп келгенде, қолыңа қару ұстап, осы әнұранын шырқап, елмен бірге бір сапта тұрасың ба жоқ па? Егерде елмен бірге бір тудың астына жиналып, осы әнұранын шырқауға арланатын болсаң, онда бар, өзіңе басқа ел тауып ал. Көрші, мен артық кеттім, білем. Егер расымен де жау жағадан алса, біздің де қарап жатпайтынымыз анық қой. Еламан, сендер айналаның барлығын дінилендіріп жібердіңдер. Дінді ұстансаң, Алланың разылығы үшін, өзің үшін ұстайсың. Болмашы нәрсені дінге келіп тіре берсек не болады? Бәріміз молда болсақ, жұмысты кім жасайды? Ғылыммен кім айналысады? А мына елді кім қорғайды? Біз қорғаймыз. Оған күмәніңіз болмасын. Егер осы сөзің рас болса, қазір маған намазда үйітім бол. Сіз намазға қашан келдіңіз?
Менің намазға тұрғаныма 20 жыл болды. Ал сендердің келгендеріңе жыл толмай жатып, шариғатты соғуға асығасыңдар. Көрші,